Bir күні маймылдар өздерін үнемі жүгері алқабынан қуып жүретін фермердің қайтыс болғанын естиді. Бұл жаңалық оларға үлкен қуаныш сыйлап, бостандыққа жеткендей сезімге бөлейді. Маймылдар мерекелеп тойлайды, енді ешкім оларды қудаламайды деп ойлайды. Алайда келесі жылы жүгері алқабы қурап, бір түйір өнімде шықпайды. Сонда ғана олар өздері жау санаған фермердің шын мәнінде олардың өмір сүруіне қажетті азықты өсіріп келгенін түсінеді. Бірақ бәрі кеш еді. Осы оқиғадағыдай кейде ағайын туыс, бауыр немесе жұмыс беруші сенің жасап жүрген еңбегіңнің, жақсылығыңның маңызын бірден ұғына қоймайды. Олар сені сынауы, түсінбеуі, жамандап тіпті қарсы шығуы да мүмкін. Бірақ сен әрекетіңді тоқтатқанда ғана сенің орныңның қаншалықты маңызды болғанын түсінеді. Ағайын туысыңа, бауырларыңа немесе қызметіңе тигізген еңбегің ерте ме, кеш пе бағаланады. Сондықтан кейде жақсылық жасауды бір сәт тоқтата тұрғанда дұрыс.